Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге PowerPoint бағдарламасында қолданылатын 3D форматтағы анимациялық фотосуреттер және без анимациялық фотосуреттерді сабақтарда, слайдтарда қалай қолдану керек жолын көрсететін боламын. Сіздер қолдану үшін компьютеріңіздегі PowerPoint бағдарламасы жаңағы версиясы 2019 жылдан жоғары болу керек, яғни нұсқасы. Сол кезде сіздер осындай 3D форматтағы фотосуреттерді сабақтарыңызда, слайдтарыңызда қолдана аласыздар. Кез келген объектінің үстінен басып, осылай 3D модельде көрсетсеңіз, өте қызықты балаға. Сабақтарға арналған басқа да жаңағы 3D модельдегі фотосуреттер бар. Қазір қалай қолдану керек жолын көрсететін боламын. Мінекей. Біз жаңадан бетте ашып аламыз. Ашып алғаннан кейін жоғар жақта вставка бөлімі бар. Осы жерде мінекей жоғар жақта трехмерные модели деген бар. Үстінен басасыз. Басқаннан кейін из интернета дегеннің үстінен бір рет басасыз. Басқаннан кейін өте керемет 3D форматтағы анимациялық және без анимациялық фотосуреттер бар. Сабақтарыңызда қолданып көрсеңіздер болады. Мінекей барлық сабақтарға арналған информатика сабағына, биология сабағына, геология, математика, геометрия сабақтарына арналған, тіптен мінекей спорт сабағына, музыка сабағына арналған 3D форматтағы жаңағы суреттер бар. Сабақтарыңызда, слайдтарыңызда қолдансаңыз болады. Мінекей қазір бір-екі жаңағы объектіні көрсететін боламын, қалай алып келу жолын. Мінекей кез келген сабағыңызға қатысты жаңағы фотосуретті алып келсеңіз болады. Мінекей объектінің үстінен басасыз, басқаннан кейін вставканы вставить деген кнопканы басатын боласыз. Мінекей сол кезде бізде осындай загрузка жүреді. Яғни бұл загрузка интернеттің жылдамдығына байланысты болып келеді. Міндетті түрде интернетіңіз қосылған болу керек компьютеріңізге. Мінекей. Балаға өте қызықты осындай анимациялық жаңағы 3D форматтағы фотосуреттерді слайдта көрсетсеңіз. Міне объектінің үстіне басқан кезде осындай дөңгелекше шығады. Дөңгелекшені басу арқылы жаңағы мышканың көмегімен барлық жағынан көре аласыз. Яғни 3D модельде қараңыздар. Өте керемет мүмкіндік. Үстіне басқан кезде жоғарда цены деген бар. Осы жерде мінекей цена 1, цена 2, цена 3 деген бар. Осы жерге қойып қарасаңыздар, мінекей жаңа объектіміз басқаша қозғалады. Өте керемет. Мінекей ұшып қонады деген сияқты. Мінекей тағы да басқа модельдерді алып келейік. Қазір қандай 3D модельдер бар екен көрейік. Мінекей эмоцияға арналған әртүрлі 3D форматтағы жаңағы эмоциялық смайликтер бар. Сабақтарыңызда қолдансаңыздар өте керемет. Мінекей анимациялық, без анимациялық жаңағы 3D модельдегі фотолар бар. Мысалға биология сабағынан. Мінекей көз ставить етеміз. Мінекей қазір жаңағы суретіміз келетін болады. Міне. Объектінің үстіне басқан кезде міне дөңгелекше шығады. Осының үстінен басу арқылы объектінің барлық жерін таныстырып көрсетуге болады. Балаға өте қызықты, яғни креативті, әдемі. Слайдтарыңызда міндетті түрде қолданып көрсеңіздер болады. Вставка бөліміне барамыз. Мінекей. Міне математика сабағына тіптен мынандай әріптер, буквалар бар. Мысалға бір санды алып келейік қазір. Яғни бұны үлкейтіп кішірейтуге болады. Объектінің үстінен басқан кезде жаңағы үлкейтетін, кішірейтетін жан жағында осындай белгішелер шығады. Мінекей. Үстінен бассаңыз осындай дөңгелек шығады. Мышканың көмегімен жаңағы суреттеріңізді осылай жылжытып көруге болады. Өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Мысалға сабақтарыңызда қолдансаңыздар, осы жаңағы объектінің артында қандай сан жасырылған деген сияқты өзіңіздің фантазияңызға жаңа байланысты әртүрлі қылып қолдансаңыз болады.
кез келген сабақтарға арналған 3D модельдегі фотосуреттер бар. Мінекей персонаждардың түрлері бар әртүрлі. Мінекей. Мінекей. Енді осы объектімізді жылжытып, жаңағы мышканың көмегімен осылай қарауға болады. Енді осы объектінің үстіне басқан кезде жоғары жағында цена деген бар. Мінекей. Бұл объектіміз қазір жаңағы ценаның таңдаған түріне қарай қозғалатын болады. Мінекей. Өте керемет. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Менің осы ұсынған видеом сіздерге пайдалы болсын, кәделеріңізге жарасын. Келесі сабақтарда тағы да басқа қызықты, пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын. Менің видеом ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар және өзіңіздің әріптестеріңізге жіберіңіздер.